Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен көк шайдың адам денсаулығына пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Алдымен бастамас бұрын каналға тіркеліп, каналға лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Көк шайдың құрамында көптеген пайдалы компоненттер болғандықтан, бұл бірегей сусын ағзаға жақсы әсер етеді. Ас қорыту процесін ынталандырады. Құрамында фтордың болуына байланысты тіс жиегінің қалыптасуына қарсы күресте профилактикалық құралдардың рөлін атқарады. Көк шай емдік, дәрі-дәрмектік әсер береді. Оның құрамында танин мен катехин және илік заттектер болғандықтан, ол қатерлі ісік ауруларына күресуде тамаша антиоксидант болып табылады. Құрамында мырыштың арқасында шаш пен тырнақтың жағдайын жақсартып, жаралардың жазылу үдерісін тездетеді. Нерв жүйесін ынталандырады. Сондай-ақ көк шайдың құрамында Р дәрумені мен кальций, фосфор, қалыпты ми қызметінің белсенділігі үшін қажет дейін ынталандырушы ретінде қызмет етеді. Көк шайда адамның жұмысқа қабілеттілігін жақсартатын кофеин бар. Көк шайдың құрамында йодтың болуына байланысты қалқанша без ауруларына шалдығу қаупі азайтады. Микробтарға қарсы әсері де бар. Бұл қасиет құрамындағы катализаторға байланысты болады. Көк шайды танин жараларды емдеуге көмектеседі. Бірақ шайдың түсі ашық болуы керек. Ағзадағы уытты заттарды шығарады. Тазарту қасиеттерінің арқасында көк шай ағзаны иммунитеттің жақсартатын әсері көп. Несебайдағыш әсері көрсетіп, тіннің ісуіне азайтады. Құрамында А және С дәруменінің арқасында көз ауруларының даму қаупін төмендетеді. Токсикоз және теңіз ауруы кезінде көмектеседі. Мұндай жағдайда құрғақ жапырақты шайнауға кеңес береді. Асқазан қышқылын кетіріп, асқазан ішек жолдарының қызметін ынталандырады. Көк шайдың немесе мұздатылған жасыл шай сіріндісі негізінде жасалған маскалар бет терісіне жақсы сергітіп, оның серпімділігін арттырады және бет пішінін тартып тегістейді. Зат алмасу процестерін ынталандырады және ағзаны тазарту құралы ретінде ас қорыту жолын жақсартып, салмақ тастауға ықпал етеді. Көк шайдың сусынын әйелдерге профилактика ретінде қолдануға болады, сүт бездерінің қатерлі ісігі ретінде. Сусын тазалағыш қасиет болғандықтан, оның қалыпты нормада ішу бауыр мен өт қабының жұмысын пайдалы болмақ. Олардың белсенділігін жақсартуға Р және С витаминдері көмектеседі, бірақ бұл өнімнің құрамында полифенол бар екенін ұмытпаған жөн. Егер көк шайды шамадан тыс ішсеңіз, бұл заттардың көп мөлшерде бауырға зиян болуы мүмкін. Көк шайдың бүйрекке де әсері бар. Көк шай ағзаға пайдалы болу үшін шай жапырақтарын дұрыс қайнатып, сусынды дұрыс қолдану керек. Бұл токсиндердің адсорбенті ретінде әрекет етеді. Бұл олардың ағзадан шығарып тастап, бүйректі тазартуға көмектеседі. Көк шайдың зияны туралы айтатын болсақ, көк шай қалыпты нормада пайдалану кезінде пайдалы болмақ. Есіңізде болсын, сусынның қоздырушы әсері бар екенін естен шығармаңыз. Және ол жүрек-қан тамыр ауруларының кезінде зиян болуы мүмкін. Сондықтан қан қысымын жоғарылатып, жүрек ырғағын өлшеп тұру керек. Сондай-ақ көк шайдың шамадан тыс ішу сүйек тығыздылығын төмендеуіне және сүйектердің тез сынуына әкеп соғады. Қош иісті сусынды ішуге құмар адамдар қою шайды қолдануға қарсы көрсеткіштер бар екенін білу керек. Тітіркену, ұйқысыздық, тахикардия, созылмалы бүйрек және бауыр ауруларына, асқазан ауруларына, өткір кезеңдегі ішек жарасы, атеросклероз, гипертензия, жүктілік кезінде қарсы әсер беруі мүмкін. Достар,
Біздің каналымыз ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және де ой-пікірлеріңіз болса, ой-пікірлеріңізбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта біз сіздермен қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз.